жақсы болады. Қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң. Бұл подкастты қай уақытта көріп жатқандарыңызды білмеймін, құрметті көрермендер. Бүгін біз қоғамда белсенді талқыланып жатқан тақырыпты көтеріп жатырмыз сізбен. Арман мырза, қош келдіңіз. Көп рахмет. Жалпы АЭС тақырыбында біз үшін нақты қазір Қазақстанда біздің қажеттіліктерімізді қанағаттандыру үшін, энергетикалық қажеттіліктерімізді қанағаттандыру үшін бұл бірден бір топ бір шешім дейміз ба? Топ бір шешім деп аламыз ба? Әлде бізде басқа да бір қолжетімді нұсқалар бар ма? Жақсы сұрақ. Осы сұрағыңызда біраз жауабыңыз да бар. Себебі еліміздің экономикасын, қазіргі экономикасын, болашақ экономикасын тұрақты күйде дамуын қамтамасыз ету үшін әртүрлі энергетика көздерін қолдану керек. Солардың ішінде жаңағы баламалы энергетика көздері бар. Атом электр станциясында қолдану арқылы электр энергия көзін алуға мүмкіндік бар. Енді бұл жерде бұл сұраққа басқаша жағынан да қарау керек. Мысалы, табиғи ресурстар, соларды тиімді пайдалану. Яғни біз беталды энергия көзін ғана іздеу емес, ал өзіміздің жеріміз кең байтақ, үлкен ғой. Өзіңіз білесіз, бізде табиғи ресурстардың көпшілігі бар. Ал болашақ келесі буындарға да сол табиғи ресурстарды біз бітіріп тастамай тиімді жеткізуге жол жасап, соны жүйелі түрде дамыту керекпіз. Сол орайда мына атом энергетикасының рөлі белгілі бір орында бар. Ол енді әрине басқа мемлекеттердің тәжірибесіне байланысты айта аламыз. Мысалы, бір жаңағы атом электр станциясының жұмысы, мысалы көмірмен жұмыс істейтін жылу электр станциясымен салыстыратын болсақ, көлемі бойынша, мысалы сол жаңағы негізгі отыны, топливо дейміз, уран ғой. Соның көлемі өте төмен пайдаланылатын. Бірақ сол уранның энергетикалық тығыздылығы өте жоғары. Сол себептен жалпы уранның ең сол басты артықшылығы кішігірім көлемде болса да көп энергияны бізге бере алады. Ал бұл жерде біздің еліміздің ең биік, ең жоғары деңгейде дамыған артықшылығы бар. Біріншіден, жаңағы біз табиғи уранның көлемі бойынша алдыңғы орындардамыз. Әлем бойынша. Әлем бойынша, біздің осы планетаның артықшылық, мына табиғи ресурстар бойынша артықшылықтарын мысалы қарастыратын болсақ, мына Қазақстанның бір өзінің тарихи сол бізге берілген үлкен байлық бар, жаңағы уран. Соны өндіру бойынша да, сату бойынша да қазіргі таңда, дәл қазір Қазақстан бірінші орында тұр әлемде. Және сол өңделіп жатқан уранның бағасы бойынша, орташа бағасы бойынша да біз өте жоғары тұрақтылықты көрсетіп отырмыз. Себебі мысалы атом электр станциясын мысалы біз пайдаланатын болсақ, болашақта біз өз қажеттіліктерімізді өзімізде табылатын, өзімізде мысалы табылып жатқан уранның көлемімен толыққанды қамтамасыз ете аламыз. Бұл ең бірінші. Басқа біреуге қарамай, жалтақтамай. Бірақ жаңа сұрағыңыздың екінші бөлігі бар. Басқа энергия көздерін неге қарастырмаймыз деп. Әрине қазіргі таңда мысалы Қазақстанда жаңағы өзімізге белгілі су энергетикасы, жаңағы жылу энергия көздерін пайдаланатын станциялар бар, солардың қолданып, бірақ және де баламалы деп айтамыз, ол жаңағы желдің, күннің энергиясын электр энергиясына айналдыру жолдарын пайдаланып жатырмыз. Жалпы қандай мемлекет болса да өзінің экономикасының қарқынды дамуын қамтамасыз ету үшін оған
бір ғана энергия көзіне қарап қалуға болмайды. Себебі мысалы жаңағы баламалы энергетиканың көздері ол табиғатқа тәуелді. Мысалы кез келген табиғи бір өзгерістер болып жатса, сол жаңағы біз алып отырған мысалы электр энергияның алынуы, мысалы бізге келуі соған тәуелді болып қалады. Ал үлкен өнеркәсіпте ондай ауытқулар келмейді. Тұрақты энергия көзі керек бізде. Яғни базовый деп айтады ғой, негізгі. Сол негізгі энергия көзін қамтамасыз етілетін ол атом электр станциялары. Негізі мынау қоғамдағы, әлемдегі бір қорқыныш АЭС-қа байланысты, атом электр станциясына байланысты белгілі бір қорқыныш немесе сенімсіздік, бұл басқа елдердегі жалпы тарихтағы орын алған жағдайларға байланысты ғой. Дегенмен әр жағдай әрқалай пайда болуы, кесірі әрқалай. Сондықтан жалпы мына қоғамдағы, әлемдегі қорқынышты біз түсіндіре аламыз ба? Мысалы, ол бізге қалай әсер етеді? Біз неден қорқуымыз керек? Экологияға бәлкім зиян тиеді деген сияқты. Немесе басқа да бір былайша айтқанда рисктер. Жалпы қоғамның кез келген қорқынышы, әсіресе жаңа нәрсеге, ол өте орынды. Атом энергетикасы ол қайткенмен де бір жаңашыл, жаңа энергия көзі, бір жаңа технология болып көрінеді ғой. Бірақ Қазақстанда атом энергетикасы бұрыннан бар. Мысалы, біздің батыс өңірде атом электр станциясы болған. Бұл станцияның көмегімен жаңағы теңіздің суын қолданысқа келетін, ішуге болатын суға айналдыру. Сол мақсатпен қызметін істеп тұрды бұл станция. Бұл алғаш технологиялар белсенді нейтрондарды пайдаланатын реактор сол болған. Қазіргі таңда бұл реактор уже декомиссиядан өткен. Енді бұл біздің бірінші бір үлкен тәжірибеміз. Әрине, Қазақстанның, жалпы қазақ елінің өзінің бір тарихи тағы бір тәжірибесі бар. Ол жаңағы Семейдегі сынақ полигоны. Бұл жерде 400-ден астам ядролық жарылыс та болды. Үлкен бір тарихи қасірет болды деп айтуға болады. Бірақ сол еліміз өзіміздің тәуелсіздігін алғаннан бері, әсіресе Курчатов қаласында Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы құрылған болатын. Бұл білікті мамандардың жиналуымен сол өзінің құзыреті бар орталық. Бұл орталықтың қызметінің арқасында бізде қазір сол ядролық қауіпсіз территория қамтамасыз етіліп отыр. Бұл жерде біз қазіргі таңның өзінде ғылыми зерттеу ядролық реакторларын қазір қолданып отырмыз. Толығымен қауіпсіздік шаралары бәрі жасалынып отыр. Жаңа заманауи технологияларды пайдаланып отырып, мысалы, ерекше осы ядролық ғылымға ерекше болып келетін нәтижелер алып отырмыз. Сондықтан біздің Қазақстанның құзыреті де, тәжірибесі де бар ядролық технологиямен жұмыс істеу бойынша. Енді жалпы мынау жағдайда біз энергия үшін бізге қажет осы проект, осы жоба. Бірақ түсінікті тілмен жеткізіп көретін болсақ, мысал, атом арқылы, атом электр станциясы арқылы, немесе жалпы біздегі пайдалы қазбалар көп қой, енді біздегі мүмкіндіктерді пайдалана отырып, біз оны қай бағыттарға бағыттай аламыз, жұмсай аламыз. Яғни ол тек қана энергия көзі емес қой. Оның арқасында қаншама білмеймін бәлкім пайдалы дүниелер жасауға болады. Соған кішкене тоқталсақ. Ядролық технологияларының пайдалану бағыттары өте көп. Соның ішінде энергия көзін ғана алу емес, мысалы медицинада.
бұл жерде жаңағы арнайы изотоптар алынады. Бұл изотоптардың негізгі рак дейміз ғой, соны емдеудегі өте тиімді жолдардың бірі болып табылады. Бірақ бұл технология өте қиын болғандықтан әр мемлекетте жоқ, ал біздің мемлекетте міне арнайы институт өз жұмысын атқарып отыр. Сол институттың біліктілігінің мамандарының арқасында сол медицинаға қажетті изотоптарды алу қолға алынған. Тағы бір жолы, мысалы, ядролық технологияларды стерилизация жағынан қолдануға болады. Мысалы, медицина қолданатын құрылғыларды арнайы упаковкада болады ғой уже қапталған, бірақ соның жаңа упаковканы ашпай сыртынан дистанционно деп айтуға да болады, ішіне кірмей стерилизацияны жаңа ядролық технологияларды қолдану арқылы істеуге болады. Ол мысалы бізде Курчатов қаласында да жүзеге асырылып отыр. Осы уақытқа дейін 300 миллионнан астам жаңағы медицина құралдары стерилизациядан өткізілген. Тағы бір жолдары жаңағы радиациялық технологияларды мына дәнді дақылдардың сақталу мерзімін арттыру жолында қолданылады. Себебі мына стерилизация, зарарсыздандыру жағынан жаңа ядролық технологиялар өте тиімді болып табылады, және көп көлемдегі материалды жаңағы стерилизация жасауға болады. Сондықтан бұл жерде ядролық технологиялар жақсы қолданыста. Жалпы жаңағы бірінші сұраққа келсек те, қоғамда талқы болып жатыр. Жалпы 2 түрлі, 3 түрлі, 4 түрлі ойлар да айтылып жатыр. Енді жалпы мемлекет басшысы референдум болады, яғни бірлесе шешілген шешімге келетін боламыз деген ой айтылды. Енді референдум нәтижесі бойынша, мысалы, меніңше, енді барлығымыздың бала шағамыз бар, бәріміз болашақты ойлаймыз, еліміздің күнін ойлаймыз деген сияқты. Референдум нәтижесі бойынша жоқ, біз АЭС салмайтын болдық деген шешімге келсек, ғалымдардың, сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз алдағы жоспар, себебі кез келген ғалым үшін, бұл тақырыпты түсінетін адам үшін бұл қажетті дүние екенін белгілі бір тұрғыда сіз түсінесіз. Енді халықпен белгілі бір жұмыс осы тақырыпты түсіндіру үшін, кішкене тереңірек түсіндіру үшін деген сияқты бір жұмыстар жүргізіле ме? Табиғи ресурстар мен және энергетика, осы екі тақырып ең маңызды болып табылады. Себебі қоғам ретінде біз өзіміздің мысалы қолайлы өмірімізді, жаңағы бақытты болашағымызды қарастыру керекпіз. Бұл жерде бізге біріншіден энергия көздері керек, екіншіден өзіміздің мына табиғатымызды құлдыратып алмау керек. Сондықтан жаңағы осы қолымыздағы бар табиғи ресурстарды біз тиімді пайдалану жолдарын іздеу керекпіз. Екінші, ол жаңағы энергетика мәселесі. Бұл жерде мақсат АЭС салу емес, бұл жерде мақсат энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Әсіресе мысалы біз бәріміз жұмыстан кейін кешке үйге барғаннан кейін жаңағы энергия көздерінің бәрін қосып қоямыз. Жаңағы ас үйден бастап телефонның зарядкасына дейін. Сондықтан бұл жерде энергияның тапшылығы жыл сайын ол арта береді. Қазір шыны керек біз ұялы телефонды қуаттаймыз, біз шылым шегетін аппаратты қуаттаймыз, көлікті қуаттаймыз. Не бар, не керек? Адамның пайдаланатын тіс жуатын жаңағы құрылғының өзін қуаттаймыз. Сонан кейін енді адам болғаннан кейін бәрімізде қорқыныш бар. Бірақ қай қорқыныш басым? Жаңағы қараңғыда қалып қалу қорқынышты ма? Ыстықсыз, жылусыз, немесе жаңағы атом энергетикасын қолдана аламыз ба? Қауіпсіз қолдану, сонда қорқамыз ба? Әрине ешкім қараңғыда қалғысы келмейді, телефон мысалы зарядкасы болмай қалса қазір бәрі уайымдайды. Яғни түсінікті, энергия бізге қажет. Екіншіден, бәріміз білеміз, болашағымызды ойлаймыз, ол табиғатқа ешқандай зияны келмейтіндей болу керек.
Енді екінші мәселе жаңағы радиациядан қорқу, яғни ядролық технологиядан қорқу. Бұл жерде ол біздің біліктілігімізге байланысты. Яғни қаншалықты сол ядролық энергия көзін біз қауіпсіз өз қолымызда ұстап тұра аламыз, ешкімге тәуелді болмай. Біріншіден, АЭС салу барысында ол өзіміздің мемлекеттің талаптары бар, заңнамалар бар, және мысалы мына қоғамдық тыңдаулар, жаңағы талқылаулар өтеді ғой, ол да сол АЭС салуға бастаудың маңызды бірінші қадамдары, яғни халықпен, қоғаммен келісілу болу керек. Бұл екінші, ол яғни ядролық энергетика, ядролық технологиялар ол халықаралық деңгейде жақсы дамыған. Бұл жерде құзыретті мекеме бар, халықаралық атом энергетикасы бойынша агенттігі. Сол агенттіктің өзінің сол ядролық энергетика пайда болғаннан бастап өзінің жаңағы талаптары, жаңағы қажетті нормалар бәрі оларда белгіленген. Яғни біз соғанда сүйене отырып жасаймыз. Және сол атом электростанциясын салатын мысалы мекемелер, компаниялар, олар да сол талаптарды орындауға міндетті. Яғни жаңағы халықаралық талаптарды орындайды, және сол орнап жатқан, мысалы құрылып жатқан мемлекеттің талаптарын да орындауға міндетті. Ол талаптардың негізгі басында тұрғандары ол жаңағы экологиялық бағалау болып табылады. Яғни экологияға зияны болмау керек. Екінші, ол жаңағы халықтың келісімен. Әр мемлекетте әртүрлі. Мысалы, жаңа кейбір мемлекеттерде біреуінде болып жатады, біреуінде болмай жатады. Ал біздің мемлекетте, яғни қоғаммен келісілулі болу міндетті. Яғни ол мемлекеттің өзінің құзыретіндегі сұрақ. Себебі соны сұрайын деп отқам, кейбір мемлекеттерде референдумсыз-ақ құрылыс бастап кетеді, мысалы. АЭС болсын, басқа да осындай тақырыптарда болсын. Себебі осы бір-екі күн бұрын жаңалықтардан оқыдым, бір мемлекетте АЭС құрылысы басталды. Яғни ешқандай талқылаулар болған жоқ, ешқандай келісімдер болған жоқ. Білмеймін, бәлкім түсінік деңгейі басқа деңгейде ма ол кісілерде, бірақ дегенмен бізде, яғни біздің мемлекеттің талабы ол, өзіміздің ішіміздегі. Дұрыс ойлар. Бұл жерде енді айта кететінім, әр мемлекеттің әрине бір-бірімен қатты салыстыруға болмайды. Себебі әр мемлекеттің өзінің заңы бар, өзінің талаптары бар, соған байланысты жүреді. Оған қоса бізде мысалы біздің мемлекеттің өзінің тарихы бар, ерекшелігі бар. Бізге яғни ядролық технологиялар, атом энергетикасы бір жаңа нәрсе болып тұрған жоқ. Бірінші, табиғи бізде табиғи да, тарихи да біз ядролық технологиямен тығыз байланыстымыз. Ол жаңағы біздегі кең көлемдегі, үлкен көлемдегі уранның, яғни ядролық атом электростанциясының отыны бізде бар. Екіншіден, ол әрине әр саладағы, жаңа айттым, медицина дедік, энергетика саласында да қолданыста болды. Яғни бұл жерде бізде тәжірибе бар. Екіншіден, енді мемлекет болғаннан кейін біз басқаға қарамау керекпіз. Біз өз жолымыз бар. Яғни сол жолды, болашағымызды, жарқын болашағымызды қамтамасыз ету үшін өте тиімді, жақсы энергетика көздерін қарастыру. Әрине бізде көп талқыланып жатады, АЭС дейді, болашақта тек қана АЭС болады деп. Ондай ешқашан болмайды. Әрине, мысалы энергетика ол бірнеше энергия көздерінен тұрады. Себебі жаңағы мысалы табиғи энергия көздері, жаңағы баламалы энергия көздерін қолданған кезде олар мысалы әртүрлі жағдайда тиімсіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан бізде жаңағы негізгі базовый дейміз ғой, энергия көзі болу қажет. Мен естуім бойынша кәдімгі жол картасы бойынша да, заңнама бойынша да әрбір аймақтың басшысы, әкімі делік, әкімшілік делік, өз аймағында баламалы энергия көздерінде дамытуға міндетті. Яғни 2050 жылға қарай мынандай жоспар, 2100-ге қарай мынандай жоспар деген сияқты бір жол картасы бар екенін естіген. Яғни әрине аймаққа байланысты, кейбір жерде ол күн сәулесі болуы мүмкін, кейбір жерде ол
желі арқылы болуы мүмкін, бірақ ондай бір жоспар бар екенін естігем баламалы нелерге байланысты. Жалпы бұл АЭС-ке келетін болсақ, енді бізде барлығы санмен, пайдамен есептеледі ғой. Біріншіден Қазақстан экономикасына, екіншіден енді сәйкесінше халыққа, елімізге, азаматтарға ол қандай пайда әкеледі, егер де экономикалық жағынан қарайтын болсақ. Экономикалық жағынан атом электр станциясын пайдалану ол ең бірінші маңызды тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Өзіңіз білетіндей, тек қана энергетика саласында емес, басқа бағытта да мына экономиканың дамуы көп тұрақсыздықпен байланысты болуы мүмкін. Кез келген мемлекет, кез келген үйде отырған адамда өзі тұрақтылықты қалайды. Ешкімге мысалы күнделікті өзгере беретін мысалы электр энергиясының бағасы да, мәселе бұл жерде арзан қымбат болатында емес, тұрақтылығында. Мысалы сен атом электр станциясын қолданып жатқан мемлекеттерді айтатын болсақ, оларда ұзақ жылдарға алға қарай жаңағы электр энергиясының бағасының тұрақтылығы қамтамасыз етілген. Тариф бекітілген, өзгермейді. Иә, яғни бұл ненің арқасында? Мына жаңағы атом энергиясының көп мөлшерде өзінің энергия қамтамасыз ете алады. Және екіншіден сырье дейміз ғой, яғни негізгі уран өзімізде бар. Сондықтан бұл жерде сол тұрақтылық жағын ойлаған дұрыс, экономиканы ойлаған кезде. Экономикалық тағы да тиімділігі бұл жалпы мемлекетіміздің ғылыми технологиялық дамуы. Себебі атом энергетикасының дамуы және жалпы атом электр станциясының салынуы біздің мемлекетте жаңа мамандардың пайда болуына келеді, және ғылыми технологиялық дамуға өте жақсы серпін береді. Оны біз сол атом электр станцияларын қолданып отырған мемлекеттерге тәжірибесінен де байқауға болады. Дәл қазір мысалы сіз екеуміз сөйлесіп отырған кезде жалпы 61 атом электр станциясы салынып жатыр қазір дүние жүзінде. Қателеспесем 15 мемлекетте. Бұл да бір үлкен көрсеткіш. Әсіресе экономикасы тұрақты дамып жатқан мемлекеттерде. Сондықтан біз жаңағы осы ақылдасып жаңағы қоғаммен де эколог мамандар да бар, ядролық технологиялар мамандары бар, шенеуніктер бәріміз ақылдасып, яғни атом энергетикасын біздің энергетика жүйесіне тиімді енгізу жолын шешу керекпіз. Жалпы белгілі бір нормалар бар ма? Атом электр станциясы жергілікті елді мекеннен мынанша шақырым жерде орналасу керек, немесе ол шөлді жерде, білмеймін, судың жанында орналасу керек деген сияқты бір заңдылықтар бар болса. Кез келген үлкен ғимараттар, мысалы салсақта, немесе өнеркәсіптік бір объектілер болса да, оларда да мысалы талаптар бар. Атом электросын салу кезінде сол сияқты талаптар қойылады. Яғни ол біраз ауқымды жерде орналасқандықтан және біріншіден жаңағы энергетика көзі тапшы өңірлерге байланысты қарастырылады. Яғни факторлар мен жаңағы параметрлар өте көп, соның бәрін жалпы техника экономикалық анализ жасалынады. Бұл жерде жан-жақты мамандар, яғни атсалысып соны сараптама жасайды. Енді негізгі талаптар әрине қаланың ортасына салып қоймайды, ол кез келген өнеркәсіптік объект сияқты ғой. Әрине ол жаңағы елді мекеннен алыс қашықтықта болу керек, бірақ кез келген мына атом электр станциясының маңайында санитарлы таза зона болу керек.
Бұл зона, яғни сол маңайда, яғни ешқандай жаңағы атом энергиясы, радиоактивті заттардың мысалы таралу, қоршаған ортаға болмауын қамтамасыз етіп, яғни сол жерде тұрақты күйде мониторинг жасалынып отырады міндетті түрде. Енді мүмкін уранға, яғни жақын уран табылатын жерге жақын жерге орналастыру керек шығар деген сияқты нелер де бар. Әлде маңызды емес? Ондай талап жоқ. Бірақ Қазақстанда бір жақсы ерекшелік, тағы бір момент бар. Бұл уран отынының банкі орналасқан бізде, Шығыс Қазақстан облысында. Яғни халықаралық атом энергетика агенттігінің қарамағындағы соның уран отыны сол жерде сақталған. Яғни ертең бір мемлекетте басқа жерде бірдеңе болып жатса, жаңағы отынды тасымалдауға мүмкіндік болмай жатып, тағы бір нәрсе болған кезде, ол сол бізден Қазақстаннан келіп ала алады. Бұл банк бізде осы күнде жұмыс істеп тұр. Қазір қызметі толық сол жаңағы халықаралық агенттіктің қарамауында тұрған. Бұл да халықаралық деңгейдегі Қазақстанға деген сенімі. Яғни сондай жауапты мысалы объектіні мысалы Қазақстан территориясында орналастырып, яғни соның қауіпсіздігін, яғни біз қамтамасыз ете алатынына бұдан біздің мемлекет табыс табатын шығар. Енді атом энергетикасында коммерциялық жағынан енді ештеме айта алмаймын. Себебі бұл жерде негізінен үлкен компаниялардың жұмысы ғой. Сондықтан қиындау болады ол жағынан. Жалпы АЭС құрылысына халықаралық тәжірибені алатын болсақ, жалпы әлемде тренд жүріп жатыр. Барлығы электрокарға отырады, экологиялық акциялар жүргізеді, тағысын, және бұл акцияларды, бұл трендті бүкіл дамыған елдер қолдап жатыр да. Бірақ бір жағынан АЭС соның барлығында бар және белсенді түрде салынып жатыр. Себебі енді сұраныс, жаңа өзіңіз айтпақшы, энергия көзі барлығына керек. Енді осыған байланысты бір халықаралық тәжірибеге тоқталсақ, неліктен, әлде бұл бір тренд қуалау ма, әлде бұл бір образ ба? Себебі мен білуімше Франция болсын, басқа елдер болсын, АЭС-қа келген кезде ол 100% потребность дейді ғой. Енді біз халықаралық тәжірибеге сүйене отырып не дей аламыз? Енді тарихи атом энергетикасы көп мемлекеттердің ішінде қолданысқа енген. Сол мемлекеттердің тарихын қарап отырсақ, сол АЭС-ті қолданған мемлекеттердің әл-ауқаты әлдеқайда қазіргі таңмен салыстырған кезде мысалы жақсы көтерілді. Бұл жерде жаңағы тиімді, қуаттылығы жоғары энергия көздерін қолданумен де байланыстыруға болады. Ол яғни атом электр станциялары мысалы. Сол себептен жаңағы басында айтылып отырған үлкен цифралар, яғни 61 АЭС қазірдің өзінде салынып жатыр, және басқа да ары қарай жоспары бар. АЭС-тері жоқ мемлекеттер өздерінің энергетикалық бағдарламаларына сол жаңағы АЭС-ті енгізіп жатыр, ойланып жатыр тағы да қалай енгізсек деп. Әрине ол көп мемлекеттерге қиындау болады. Себебі мысалы кадрлар жетіспеуі мүмкін, тағы да проблема болуы мүмкін, яғни урандық отынды қайдан аламыз, технологиялар, жақын технологиялар да жоқ деп жатады. Бұл жерде Қазақстанда оның бәрі бар. Бізде бірнеше университеттер, халықаралық, яғни шетелдік университеттердің мен бірге отырып мамандар дайындап жатыр. Әрине дәл қазір мына АЭС-тің ішінде отыратын адамды дайындауға қажет емес. Бірақ сол мамандарды, яғни оператор дейді, оны дәл қазір дайындап қажет емес. Себебі АЭС-тің салынуы ол бір 10-20 жылдың мәселесі. Бізде бәрі бұл сұрақты бірден талқылап, бір қорқынышпен талқылап жатады. Ертең салып жатқан сияқтымыз. Бұл ондай мәселе емес. Яғни бұны салу 20 жылдық мәселе дейсіз бе? Иә. Себебі
міне осы да жарты жыл болды, 1 жыл болды, жаңағы қаншама талқылаулар жүріп жатыр, содан кейін жаңағы жұмыстар, салатын компанияны таңдау, салатын технологияны таңдау, қай жер таңдалады. Яғни қазір бізде көп ақпарат бар, бірақ таңдау әлі жасалған жоқ. Біріншіден принципиально дейді ғой, халықтың, қоғамның келісімі керек. Содан кейін ары қарай жаңағы қолда бар бізге беріп отырған мысалы компаниялар өзіміздің жасаған мысалы сараптамалар, сол информацияны қолдана отырып біз жаңағы шешім қабылдауға нақтылау жаңа ақпаратты жинаймыз. Содан кейін қорытынды шешім қабылданады. Бәрі сол тематикаға қатысты жақтардың бәрін жинаған кезде. Екінші момент ол сол мемлекеттер бұл АЭС салса да параллельно дейміз ғой, жаңағы қосымша технологияларды дамытып жатады. Ол яғни уранды өндіру, содан кейін жаңағы кез келген атом электростанциясы, оның ішінде ядролық реактор бар. Ядролық реактордың ішінде негізгі сол энергия беріп тұратын нақты жаңағы отын элементтері, топливный элементі дейді. Топливный элемент дегеніміз ол кішкентай стерженьдерді, солардан үлкен тепловыделяющий сборка жасалынады. Мысалы қазір француздардың технологиясы бойынша өзімізді Қазақстанда сол яғни атом электростанциясының ядролық реакторға қажетті отынды біз өзіміз дайындап жатырмыз. Бұл да бір үлкен жетістік. Егер болашақта сол кез келген компания бізге салатын болса, біз оларға сондай мысалы талапта қоюымызға болады. Яғни жаңағы сол отынды шығару, құрастырып жасау біздің мысалы станцияларға өзімізде болсын деп те істеуге болады. Яғни көптеген мемлекеттер АЭС-ті салуға үміт артып отырған мемлекеттермен салыстырғанда біздің жағдайымыз өте жақсы. Яғни бізде кадрлар да бар, технологиялар да бар, жақсы қарқынмен дамып келе жатыр. Ал АЭС-тің салу жалпы тақырыбы бұл ұзақ жылдардың жұмысы болғандықтан біз алдын ала бастап жатырмыз бұл жұмысты. Мысалы ертең референдум болып халық жақсы болсын АЭС қолдаймыз деп жатса да, біз оны келесі айда барып оны АЭС салып кетпейді ешкім. Оның бәрі ұзақ жұмыс, талай мамандардың жұмысы көбейеді. Яғни жаңағы мамандар дайындап жатқан жоғарғы оқу орындарында да, ғылыми жағынан да істеп жатқан, экономика жағынан, энергетика жағынан, яғни бұлардың бәрінде көп жұмыс пайда болады қазір. Қазір сол сараптама жұмыстары, талқылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және ертең келсе сала бұл кеттік деп құрылысқа көше алмаймыз ғой, енді өзіңіз айтып отырсыз. Жалпы АЭС салынып болды, жұмыс істеп жатыр. Осы АЭС-тің базасында белгілі бір зерттеулер, яғни ғылымға деген пайда бола ма? Тікелей атом электростанциясының базасында инфраструктурасында ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілмейді. Бұл өнеркәсіптік энергетикаға байланысты үлкен объект болып табылады ғой. Бұл жерде мысалы кадр дайындау орталықтары ашылуы мүмкін. Яғни сол АЭС-тің өзіне қажетті мамандарды біліктілігін арттыру және оларды дайындау сол бағытында болуы мүмкін. Ал ғылыми жұмыстарға бізде арнайы басқа мекемелер, басқа объекттер бар. Қазақстанның өзінде 3 ядролық зерттеу реакторлары қазір қолданыста, 3-і де жұмыс істеп тұр. Біреуі қазір Алматы қаласында, екеуі Курчатов қаласында. Яғни сол ядролық технологиялардың қауіпсіздігі, атом энергетикасының жалпы қауіпсіздігі бағытында Қазақстан қазір алдыңғы қатарларда. Себебі бізде елде жоқ ғылыми зерттеу реакторлар бар. Шетелден келіп, мысалы бізде қазір жапондықтармен 90-шы жылдардан бері үлкен жұмыстар атқарылып келе жатыр. Бұл жұмыстар мысалы
Фукусимада болған жағдайды айтайық. Мысалы сол жерде біздің өзіміздің құзыретіміз, біліміміз, біліктілігіміз болғандықтан сол компаниялар бізге келіп бізбен ортақ жобалар жасап, яғни солардың сұрауы бойынша өте андай ерекше, уникальный деп айтамыз ғой, сондай ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілген, жаңағы сол аварияларды зерттеу бойынша. Яғни ол жақтан да бізде тәжірибе бар. Сондықтан қазіргі таңда ғылыми технологиялық даму жағынан Қазақстанда бұл жұмыстар алға қойылған, жұмыс жақсы жүріп жатыр. Ал атом энергетикасының дамуы атом электр станциясымен салынумен байланысты болса, бұл қосымша серпін береді осы дамуға. Жалпы жаңағы Фукусимаға келсек, Семейге келсек, полигонға келсек, қорқынышқа байланысты да. Целевое назначение, мысалы, Семей полигоны не үшін жасалды? Сынақ үшін. Сондықтан да ол жердегі стресс және ол жердегі эмоцияны түсінуге болады. Фукусимадағы жағдай түсінікті. Басқа жағдай. АЭС-ке келсек, мысалы, андай мәселе доппен, мысал ретінде, оның басты мақсаты футбол ойнау болса, онымен футбол ойнауға болады. Қалаған жағдайда оны жаруға болады. Қалаған жағдайда оны жастанып жатуға болады деген сияқты да. Яғни мен мынау нені түсінгім келіп тұр. Атом деген сөзге, жалпы уран деген сөзге байланысты триггерлар ғой. Сол триггерларды дәл осы неде бізде бірақ задача, мен түсінгенім бойынша, АЭС-ке байланысты айтатын болсақ, ол тек энергия көзін табу. Өзіңіз де айттыңыз, ол зерттеу де жасамайсыз сол жерде. Ғалымдарды кіргізіп бір эксперимент жасауға да болмайды, яғни тек мақсат бір, түсінген бойынша, дұрыс па? Иә, дұрыс. Яғни АЭС келген кезде біз тек энергия көзін табу, ал жаңа бізде қалып қойған триггерлер, ол енді кішкене бұл тақырыпқа тікелей байланысты емес. Ол дұрыс ой. Енді Семейдегі сынақ полигонда мен өзім тікелей болдым. Ол жағдайды білеміз. Біздің мысалы Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығы бұл жұмысты атқарып жатыр. Яғни қазіргі таңда Семей сол сынақ полигонының территориясы әлде қайда кішірейтілген. Яғни жаңағы радиоактивті территорияның көлемі жаңа технологияларды пайдаланып отырып, сол жаңа біздің мамандардың үлкен бірнеше жылдар бойы жасаған жұмысының арқасында, яғни қауіпсіз жағдайға келтірілді. Екіншіден, мысалы атом электр станциясын әрине тек қана энергия көзі ретінде қарастыру керек. Бұл жерде қосымша жұмыстар болмайды, яғни жаңағы қауіпсіздік шараларына қарама-қайшы келетін жұмыстар әрине міндетті түрде ондай жұмыстар болуға мүмкін емес. Екіншіден, мысалы атом электр станцияларында бірнеше этаптан тұратын қауіпсіздік шаралары жасалынған. Яғни қоршаған ортаға, адам ағзасына мысалы ешқандай зияны жоқ. Есіме бір кадр түсті. Кішкене тақырыптан тыс болуы мүмкін, дегенмен бұл британиялық әріптестердің жасаған сериалы ғалымдар жайлы. Сіздердің әріптестеріңіз де болуы мүмкін. Яғни ол белгілі бір ғалымдардың тобы, біреуі уранмен айналысады, біреуі нано технологиямен айналысады деген сияқты. Және барлығының басында тұрған басты мәселе және мұң, ол соңғы 10 жылдықта, 50 жылдықта біз бірде бір мықты ғылыми ашылу жасаған жоқпыз. Яғни адамзатты айтады. Барлық открытияларды бізге дейін жасап кеткен. Біз потолыққа соғылып жатырмыз. Ештеңе аша алмаймыз. Сондағы теория, әрбір ғалым белгілі бір үлкен шынымен нәтижеге қол жеткізейін деп жатқан кезде эксперимент болсын, зерттеу болсын, срыв болады, жасалынбай қалады. Неліктен? Себебі біз өте маңызды открытияларға жақын тұр екенбіз. Сериалдың идеясы ғой басты. Яғни адамзат өте маңызды, үлкен адамзаттың пайда болу несін түсіндіретін
шешімін айтатын, жауабын беретін бір открытиялардың алдында тұр да. Және басқа тылсым күштер, басқа тылсым күштер дейікші, оны жасауға бізге кедергі келтіруде. Яғни ғалымның, соны жасап жатқан ғалым мысалы жұмыстан кетіп қалады, немесе депрессияға түсіп кетеді деген сияқты кедергілер болып жатыр. Енді мына тақырыптың аясында кішкене out of topic сіздің ойыңызды бөлісейін деп едім, ғалым ретінде адамзат шынымен жаңа ашылуларға жете алмай жатыр ма, әлде? Адамзатта мысалы тарихи ғылым мен технологияның дамуы ол бір циклға тәуелді. Үлкен масштабта қараған кезде ол цикл әрине жоғары кетіп жатыр, бірақ кішігірім масштаб, мысалы бір ғасырлық масштабта ол цикл төмендеп көтеріліп жатады. Бұл жерде жаңағы айтып отырған мүмкін ойыңызда дұрыс моменттер бар шығар, сол жаңағы ғалымдардың тұжырымы бойынша. Себебі үлкен маңызды мысалы бір нәтижелерге жету үшін бірінші көп еңбектену керек. Яғни көп информация, крит масса дейміз ғой, соған дейін мысалы жеткеннен кейін дәл ғана міне ғана таяқ қалдым, бір 99%-на жеттік, міне бір 100-на жетпей тұрған кезде, сол кез ең бір сынақ кезі ғой, шыдау керек. Ол бәріне сынақ, ол тек қана ғалымдарға ғана сынақ емес, ол қоғамға да сынақ. Кез келген дамудың алдында, бір этапқа өтудің алдында, мысалы жақсы нәрсе жақындай берген сайын өзі қиын бола бастайды. Сол жерін өзі шыдап кетсең, ары қарай бірден жаңағы керемет жақсы нәтижелерге жетесің, ары қарай жеңіл болып кетеді. Жаңа сол ғылымда да сол ғой, яғни үлкен бір жетістікке жету үшін жан жақты басқа дисциплина дейміз, басқа сферадағылар информация, нәтиженің бәрі бір жерге жиналу керек. Жиналып, содан өзі бір үлкен нәтижеге жетуіміз мүмкін. Сондықтан ол тек қана уақытқа тәуелді және шыдамдылық қажет етеді. Енді ол үшін және жетістік болу үшін, нәтижелер болу үшін елімізде институттар, жаңағы ғылыми зерттеу орталықтары көптеп ашылса, бәлкім бізден де қазақстандық ғалымдардың арасынан да үлкен әлемдік деңгейде, адамзаттың деңгейінде ашулар болады деген сенімдемін. Жалпы бұл жақсы болады арнасында әрбір қонақ, әрбір тақырыптан кейін өз сөзін жақсы болады деген екі тіркеспен аяқтау керек. Яғни бүгінгі тақырыпта бұл АЭС-ке байланысты болса, сіздің көрермендерге болсын, біздің аудиторияға болсын бір-екі ауыз сөзіңіз және соңғы екі сөзі жақсы болады деп аяқталуын сізден сұраймыз. Атом энергетикасының дамуы бұл үлкен ауқымды мәселе болғандықтан бәріміз толғандырып отыр. Егер біреуімізге қатысты емес болса, осыншама үлкен талқылаулар болмаушы еді. Яғни біз қазір көріп отырмыз қаншалықты мүмкін әр адамның енді білім деңгейі әртүрлі болуы мүмкін, әртүрлі түсінік қалыптасуы мүмкін, бірақ дегенмен де біз бәріміз бір адамдай сезіп тұрмыз. Бұл маңызды мәселе екен. Сондықтан атом энергетикасының ары қарай дамуы, сол дамудың ішінде атом электростанцияларын салу мәселесі тек қана біріншісін ғана емес, екіншісін, үшіншісін, сол жұмысты ары қарай қолға алып, мамандар қолға алып, қоғам қолдап жатса жақсы болады. Керемет. Көп рахмет сізге, Арман мырза. Жақсы болады арнасы, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің ойларыңыз да маңызды. Жалпы осы талқылауға түсу де өте маңызды қоғам үшін, азаматтық қоғам үшін. Лүпіл басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Бұл жақсы болады арнасы. Көп рахмет.